Саламатсыздарбы балалар? Әліпби сабағын бастаймыз. Жайғасыңдар. Өткен сабағымызды қайталап алайық, иә? Біз өткен дыбыстардан тақпақтар жаттап едік. А дыбысын тақпағын барлығымыз бірге айтамыз. Алма, алма дейсің, алма кетсін дейсің, алма келгенмен алманың майденен. Енді д дыбысының тақпағы. Доғым, доғым, домалап, қайда кеттің домалап. Кәжекені сындырды, ғарыш келер ғарышқа, айқонынан ұшады, қар салады тағы да біздің елдің құшағы. Зауза қолы зырылдап, оқ жыланға кеп қалды. Атылғанда ол зулап, зыр әлгі тоқталды. Ә дегенің әке, әлби деген ана, әлбеш деген әке, әсбек деген алам. Тамаша. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Г дыбысы және әрпі. Дауыссыз, Қандай сөздерде кездеседі? домбыра, Тағы да. дана, К арып, Дауысыз ба, дауыссыз ба? дауыссыз, Қандай сөздерде кездеседі? кеме, Тамаша. киім. Сендер сол мәтінге жауап бересіңдер. Сынып бөлмесінде гүлдер көп. Сынып бөлмесінде көп екен. Гүлдер көп екен. Тамаша. Оқушылар бөлме гүлдерін кезектесіп күтеді. Оқушылар не істейді?